Сәлеметсіздер ме балалар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Математика 3-ші сынып 97-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы текше, тік бұрышты, параллелепипед. Оқу мақсаты кеңістік геометриялық фигуралардың жазбасын дайындау және олардың моделін құрастыру. Сабақ мақсаты сен тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын жасауды және моделін жинауды, оның орналасудағы өзгерістерді түсіндіруді үйренесің. Қалай осылай ойыны. Әр сұраққа балалар хормен осылай деп жауап береді. Қолмен дұрыс бағытты көрсетеді, іс-әрекет жасайды. Қалай, осылай, бас бармағын көтереді. Жүріс қалай, осылай, алақанды екі саусақ. Жүріс қалай, осылай, алақанда екі саусақпен адымдайды. Жүгіріс ше, осылай, қолдарын шынтағынан бүгіп, жүгіргендей етіп қозғалтады. Түнгі ұйқы осылай, қолдарын бетінің астына салып, бастарын түсіреді. Аласың ба? Осылай, қолдарымен қармайтын әрекеттер жасайды. Бергенде ше, осылай, қолдарымен бір затты беріп тұрғандай қозғалтады. Ойын қалай? Осылай, езулерін ауаға толтырып, оларды алақандарымен ұрады. Ұрысқанда осылай, саусағымен көршісін қорқытады. Фигураларды қандай екі топқа бөлуге болады? Алдыңғы сабаққа шолушы жазық фигуралы, кеңістік фигуралар. Жазық фигураларға тіктөртбұрыш, сопақша, шаршы, үшбұрыш, кеңістікке шар, текше, тікбұрышты параллелепипед жатады. Кеңістік фигуралар геометриялық денелер деп аталады. Геометриялық фигура текшені қарастырайық. Текшенің қарама-қарсы 6 жағы бар. Жақтарының немесе шаршының қабырғалары текшенің қырлары деп аталады. Текшенің 12 қыры бар. Жақтарының төбелері текшенің 8 төбесі болады. Тікбұрышты параллелепипед. Жақтары тіктөртбұрыш болып келетін көлемді геометриялық фигура. Бұның қыры, жағы, төбесі болады. Бізді қоршаған заттар тікбұрышты параллелепипед формасына ұқсайды. Ғимараттар, кітап, аквариум, сіріңкенің қорабы. Текшенің моделін құру үшін жазбасын алайық. Суретте тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы тұр. Жазбадан тікбұрышты параллелепипедтің моделін ойша құрастырып көр. Жақтардың атауы: алдыңғы жағы, жоғарғы жағы, оң бер жағы, сол бер жағы, төменгі жағы және артқы жағы. Оқулықпен жұмыс. Бір қорапқа қабырғалары 1 см болатын текшелер салынған. Бірінші қабатындағы 3 қатардың әрқайсысына 3 текшеден орналастырған. Осындай 3 қабат текшелермен қорапты толтыруға болады. Қорапқа барлығы қанша текше сыяды? Ол үшін 3-ті 3-ке көбейтеміз және 3-ке көбейтеміз. Тең болады, тең 27-ге. Төмендегі қораптарда қабырғалары 1 см болатын қанша? Мысалға 2 см алайық. 2-ні 2-ге көбейтеміз және 2-ге көбейтеміз, ол 8 см көп болады. Яғни бұған 2 см-лікке 8 текше сыяды екен. 5 см алайық. 5 см-ді өзіне өзін көбейтеміз, 5-ке 5-ті және 5-ті көбейткенде 125 см. Яғни 5 см-ліктен 125 текше сыяды. 4 см-лікке 64 см көп болады, яғни текше сыяды. 8 см-лікте 512 текше сыяды. Қорапқа қанша текше сыйғанын анықтайды. Яғни сіздер анықтап, мәнін дұрыс тапқан болсаңыздар 2 балмен бағаланады. Өз бетімен жұмыс. Бұл жерде параллелепипедтің бетін құрайтын тіктөртбұрыштар жақтары деп аталады. Параллелепипедтің 6 жағы бар. Бұған қоса бір-біріне қарама-қарсы орналасқан жақтары тең болады. Параллелепипедтің 12 қыры бар. Бұған қоса олар қабырғалары болып табылады. Қырларының қиылысу нүктесі параллелепипедтің төбелері деп аталады. Енді мына жердегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Түтіктер мен ермексазды саздан тіктөртбұрышты параллелепипедтің моделін әзірле дейді. Ол үшін қандай өлшемдерді білу қажет? Осындай модельді жасаудың алгоритмін құрастырады. Түтікшелер мен ермексаздарды пайдаланып тіктөртбұрышты параллелепипедтің модельдерін әзірле. Ол үшін қандай өлшемдерін білу қажет? Параллелепипедтің ені бойынша бүйір жақтары шаршыға ұқсас болады. 2 ұзындығы бойынша бүйір жағы және 2 табаны тіктөртбұрышқа ұқсас болып келеді. Дескриптор параллелепипедтің моделін әзірлейді, 2 ұпаймен бағаланады. Ермексаз арқылы, түтіктер арқылы параллелепипед жасап шығасыздар балалар. Бұл өз бетімен жұмыс. Алма жинау ойыны. Бір текшені лақтырыңыздар, ондағы санды, яғни лақтырғанда түскен санды
8 пен 9 сандарының қосындысына көбейтіңіздер. Мұны сендерге қалай орындаған ыңғайлы. Сол бойынша орындап шығасыз. Енді бірінші қызыл алманы алайық. Оның астында қандай тапсырма бар екен? Ойлан, жұптас. Қатырғы қағаздан әзірленген текшенің қырлары бойынша қиғанда төмендегі текшенің жазбасы алынады. Төменде қай текшенің қиылған жазбасы берілген. Яғни мына жерден қиып алуымыз керек, сонда қай текшенің жазбасы берілгенін табуымыз керек. Тауып көріңіздер, менің жауабыммен салыстырыңыздар. Яғни Б жауабы дұрыс. Дескриптор текшенің қиылған жазбасын табады. 1 ұпаймен бағаланасыздар. Саралау тапсырмалары. Геометриялық фигуралармен атауын сәйкестендір. Мына жерде фигуралар берілген, оң жағында атаулары берілген. Сәйкестендірейік. Тік бұрышты параллелепипед, дөңгелек, шаршы, текше. Жарайсыздар балалар. Фигуралардың атауын сәйкестендіреді, 1 балмен бағаланады. В деңгейі суреттерге назар аудар, оларды сәйкес бағанға орналастыр. Геометриялық фигуралар, геометриялық денелер деп 2 топқа бөлдік. Осы жердегі фигураларды 2 жаққа бөліп орналастыруымыз керек. Енді мен дұрыс жауабы, сіздер дұрыс жауабын қарап алыңыздар. Геометриялық фигураларға мыналар жатады. Ал денелерге текше, цилиндр, тік төртбұрышты параллелепипед жатады. Дескриптор геометриялық фигуралар мен денелерді сәйкестендіреді, 1 ұпаймен бағаланады. С деңгейі. Қорап пен оның жазбасының суретін назар аудар. Бейнеленген сандарды сәйкес ұяшықтарға қойып жаз. Яғни астында ұяшықтар берілген, соған сан қоюымыз керек. Қораптың төменгі жағындағы сан, қораптың сол бүйір жағындағы сан, қораптың артқы жағындағы сан. Қандай сан екенін ұяшыққа қоюымыз керек. Енді сіздер менің жауабыммен сәйкестендіріңіздер. Қораптың төменгі жағындағы сан 6, қораптың сол бүйір жағындағы сан 2, қораптың артқы жағындағы сан 1. Дескриптор бейнеленген санды сәйкес ұяшыққа қояды. 1 ұпаймен бағаланасыздар. Бүгінгі сабақ барысында балалар 10 ұпайлық балдық жүйемен бағаландыңыздар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Рефлексия. Менің қолымнан келгені. Мен бүгін білдім. Қызық болды. Мен жасай алдым. Мен қолдан аламын. Қиын болды. Бүгінгі сабақтан өз пікірлеріңізді қалдырасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.